Қазір кәсіпкер болуды армандамайтын адам аз шығар. Кәсіпті қалай бастап кету керек? Мен жастарға кәсіп бастаудың 4 шартын айтып кеткім келіп отыр. Әрине, ең бірінші орында өзің білетін, сүйіп істейтін бір ісіңді, ол қызмет көрсету түрі ме, жоқ болмаса бір өндіріс жасай аласыз ба? Жоқ болмаса бір зат өндіре аласыз ба? Қалай соны кәсіпке айналдыру? Бірақ бүгін әңгіме ол жайлы емес. Бүгін тез арада аз қаржымен кәсіп бастап кетудің ең тиімді түрі сауда, яғни коммерция жайлы болмақ. Көбінесе саудагерлер кәсіпті қалай жасайды? Турцияға, Эмиратқа, болмаса Қытайға барып, осы өтеді-ау деген түрлерін сатып алып келеді. Келгеннен кейін соның жартысы өтіп, жартысы өтпей қап, өз бағасына болмаса тіпті өте арзан бағамен сатып, зиян шегуіне тура келеді. Ал қазір заманауи технологияда қалай істеу керек? Ең алдымен сіздің сатайыңыз деген затыңыз сұранысқа ие ме, соны біліп алу керек. Екіншісі, содан сізге қанша пайда қалады. Үшіншісі, сіз осы бәсекеге шыдап бере аласыз ба? Ал төртінші тағаны, сіз осы затты сатуға біліміңіз жете ме? Сіз біліктілігіңіз, компетенцияңыз бар ма? Сонымен қалай бастау керек? Ең алдымен құр OLX-тің өзіне кірсеңіз, 1.800.000 жарнама бар екен. Ал AliExpress пен Alibaba-ға барсаңыз, ода 10 миллионнан астам товардың түрлері бар. Осы товарлардың ішінен өзіңіз білетін, жақсы сатылады деген кемінде 20 түрлі товарды таңдап алу керек та, соны біз көрсеткен бизнес бастаудың чек-листіне салу керек. Сол чек-лист арқылы осы товардың ішінен 10 үздігін ғана қалдырасыз. Чек-лист деген не? Бұл товардың болашағы бар ма? Бұл товарды интернет арқылы сатылуға тиімді ме? Бұл товардың орташа чегі қанша болады деген сияқты түрлі сұрақтарға жауап беру арқылы товардың болашағын тексеріп алу. Сонан кейін осы 10 үздік товарды топтық чек-листке саласыз. Топтық чек-лист деген басқа адамдардың пікірін білдіру. Сол чек-листке салып алғаннан кейін басқа адамдардың пікірін біліп, соның ішінен 5 үздігін қалдырасыз. 5 үздігін қалдырасыз да соған жақсы тартымды жарнамамен суреттерін қойып, OLX-ке, Сату KZ-ке, Instagram-ға, Facebook топтарға беріп, сұранысын зерттейсіз. Егер сұраныс бар болса, сол заттардың үлгісіне тапсырыс беріп, алдырасыз. Егер сұраныс жоқ болса, жаңағыны қайтадан басынан бастау керек. Тағы да 20 түрлі зат таңдап аласыз. Бизнес бастаудың чек-лист арқылы 10-ын қалдырасыз, топтың чек-лист арқылы 5-ін қалдырасыз да, тағы да жарнама бере бастайсыз. Сұраныс бар болса, тапсырыс бересіз. Осы сияқты 4-5 рет айналып шыққаннан кейін, жаңағы миллиондаған товарлардың ішінен сіз кемінде 3-4 түрлі жақсы сұранысқа ие затты міндетті түрде тауып алатын боласыз. Ал екінші шарты, оның пайдасы бар ма, жоқ па? Сіз кемінде келген бағаға 100%, 200% қоса алсаңыз, онда сізде міндетті түрде ар жағында пайда қалады деген сөз. Егер пайда қалатын болса, сіз бәсекеге шыдап бере аласыз ба? Осындай заттарды тікелей заводтан әкеп, үлкен бір алпауыт компаниялар өздері сатып жатқан жоқ па? Егер де жоқ болса, онда кірісуіңізге болады. Төртіншісі, осы затта сізде компетенция бар ма? Біліктілік бар ма? Егер сіз табанды болсаңыз, осы затты бір айдың ішінде қыр-сырын әбден меңгеріп, консультант дәрежесіне көтерілуіңізге болады. Сонымен осы 4 шарт орындалғаннан кейін, сіз ары қарай кәсіпті жүргізу үшін не істеуіңіз керек? Бірінші орында сіз жақсы жарнама мәтінін жазып үйренуіңіз керек. Онсыз сіздің берген жарнамаңызға ақшаңыз зиян шектіретін болады. Ешқандай пайда келмейді. Сөздің құдіреті деген бар. Егер жарнама жақсы болса, сіздің берген жарнамаңыздың нәтижесі 10 есе жоғары болмақ. Сондықтан ең бірінші орында жарнама мәтінін жақсы жазып үйрену керек. Екінші орында сіз фотошоппен баннер жасап үйрену керексіз. Неге? Қытайлықтар айтады, бір суреттің өзі 1000 сөзге татиды дейді. Жақсы баннер жасап, оған жақсы жарнама мәтінін қоя алсаңыз, сіздің баннеріңіздің нәтижелілігі өте жоғары болмақ. Жақсы жарнама мәтінін жазып, баннерді меңгеріп алғаннан кейін, келесі саты ол жақсы тартымды сайт жасай білу. Клиент әкелетін сайт жасау. Ол сайтты ешқандай программистің көмегінсіз өзіңіз үйреніп алатын боласыз. Ал енді келесі саты ол таргетинг жарнама жасау. Ол деген не? Бүкіл әлеуметтік желідегі, ВКонтактеде, Инстаграмда, Фейсбукта отырған адамдардың көзіне түсетін және өзіңізден алуы мүмкін адамдардың көзіне түсетін жарнама жасай алу. Егер де осы 4 шарт орындалғаннан кейін, осы 4 сатыны өтетін болсаңыз, сіз өзіңізді бүгінгі заман талабына тай кәсіпкермін деп
айта аласыз. Жүрегіңізге сенімділік туады. Сондықтан, егер де кәсіптің қыр-сырын игергіңіз келсе, кәсіп жайлы көбірек білгіңіз келсе, бизнес бастаудың YouTube каналына жазылып, бізді қарап жүріңіздер. Қазақстанда кейде қазақ болмау керек. Кәсіпкер болып, қаржылық қыспағына шыққыңыз келсе, бизнес бастау тобына қосылыңыз. Рахмет. Біздің сайтымыздан толығырақ көптеген мәлімет ала аласыз. Және де осы сияқты көптеген мәліметтерден хабардар болғыңыз келсе, каналға жазылыңыз. Каналға жазылып және жаңа видеоларымыздан үнемі хабардар болу үшін келесідей қадамдарды жасаңыз.